Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, құрметті Travelling компаниясының партнерлары. Бүгін біздің келесі сабағымыз ол Getaway сайтымен қалай қолданамыз, сол жайлы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Енді экранға назар аударыңыздар. Біреу білет, біреу білмейді. Біздің компанияда негізінде 5 сайтымыз бар. Соның бірі бізде осы Getaway сайты. Getaway сайтында мына әлемдік турлар бірі болса, Getaway біздің екінші сайт. Жинақталған кабинетіңіздегі Travel Ball мен осы екі сайт арқылы саяхаттауға болады. Getaway сайтымыз қазір орыс тіліне аударып аламыз. Ол бізде мына екінші платформа Dreamcation дейді. Соған кірсек, мына жерде бегство деп аударылған, орысша аударсаңыз, бегство болып шығып тұрады, Getaway сайты. Міне Getaway сайтына кірдік. Getaway сайтында міне all destination дейді. Ол деген қай бағытты сізге қажет, бағытты таңдайсыз. Міне қарасаңыз, United States, Америка, Мексика, Канада, Карибы, Европа, Австралия, Северная Америка, Центральная Америка, Азия, Африка, Middle East бәрі осында жазылған. Міне және де мысалы Америкадан қарайтын болсаңыз, мына қасындағы стрелканы баса қойсаңыз, ол жерде сізге енді мына штаттар шығады. Міне Аризона, Аризонада қандай қалалар бар? Міне Калифорния стрелкасын бассаңыз, міне Палм Спрингс, Сан-Диего, Сан-Франциско қандай қалаларда бар, резорттар мен апартаменттер сол шығып тұрады. Міне Флорида, Гавайида, Иллинойс, Кентукки. Бүкіл штаттар Америкада. Енді бізде өте нелер көп, ұсыныстар көп. Мысалы, бізге қазір Европа қажет. Европаны ашып көрейік, міне. Европаны аштық. Андорра, Австрия, Финляндия, Греция, Португалия, Словакия. Давайте Испанияны ашып көрейік. Испанияны аштық. Енді қай кезге бізге қажет? Мысалы, біз октябрь айына таңдадық. Неше адамға? Осы жерде міне қараңыз, 8, 9, 10 адам дейді. 10 адамға дейін баруға мүмкіншілік бар екен. Енді қазір орта есеппен біз 4 адам баруға, немесе 6 адам баруға бел будық, өз автоматты түрде қазір аударып. Енді поискқа басамыз. Көк кнопканы бассаңыз, поиск. Так, бізге қандай ұсыныстар беріп жатыр? Міне, бізге резорт дейді. Алдедемар дейді. Жерді таным білмейді екен. Так, Аликантеден беріп тұр. 7 күнге мына резортты және ашып көрейік. Міне қараңыз. Бассейні да бар, баршасы бар. All inclusive information дейді, не кіреді? Соның бәрі осы жерде жазулы. Осы тексті аламыз. Мысалы, копировать деймізді. Переводчикқа салатын боламыз.
М. Мысалы осы жерге дейін міне переводтаймыз. Неге бұл information дейді. Қазір қараңыз, ары қарай ашатын болсақ, бұл жерде екі жататын бөлмесі бар екен, кухнясы бар екен. 6 адамға дейін орналасуға болады екен. Енді осы 27 октябрь мен 3 ноябрь аралығында 7 түнге небәрі $679. Және де $130 налогы бар, бұның туристический налог. Міне, егер де осыны бізге ұнап, осыны таңдап жатсақ, онда book now-ды басамыз. Міне, бізде жаңағы $130 налогы қосылды, және 540 ол менің қолданған өзімнің travel point-ым. Міне, $540 travel point-ымды осында менен компания алады. Жаңа айттық қой, егер де менде travel point жеткілікті болса, мына жерде 0 деп шығады. Тура travel сайттағыдай, мына жерде міне менің бүкіл ақпаратты, өзім жайлы ақпарат бар. Телефон номері мына жерге. Көкшетау, міне штат дегенді жазамыз. Ал енді жаңағы үстіндегі жетпеген ақшаны төлеу үшін картаңыздың мәліматын жазасыз мына жерге. Болды, осының бәрін толтырғаннан кейін мына жерге галочкаларға қол бассақ, міне енді бізге шығып тұр. $809 төлейміз налогымен басқасымен. Сонда бізге 6 адамға осы резорт бір жұмаға беріледі. Енді басқа Европа, Франция. Италиядан көрейік. Италиядан біз 8 адамды алып көрейік. Мына бір резортты бізге беріп тұр. $779, 7 түнге. Жаңағыдай міне суреті мына резорттың. Қараңыз, теңіздің жағасында қандай керемет жерде орналасқан. Информация не кіреді? Соның бәрі осы жерде жазулы. Осы ақпаратты мұқият аударып көріп алу керек. Міне, картада орналасқан жері практически теңіздің жағасында. Өте керемет. Қараңыз, 3 жататын бөлмесі бар, 8 адамға арналған. 18 сентябрь мен 25 сентябрь аралығы 7 түнге. Тура жаңағыдай, бұл жерде кімді ертіп барасыз, ол маңызды емес. Налогын қоса төлегенде сізде $917 шығып тұр. Демек, $917 балыңыз жеткілікті болса, одан да төмен бағада тек қана налогын төлейтін ғана сума шығуы мүмкін мына жерде.
Сегіз адамға бір жұмаға осындай резорттан размещение алсаңыз болады. Сол бәрін толтырып, жаңағы карточный данныйыңыз жазасыз, book now'ды бассаңыз, сіздің картаңыздан ақша шешіліп, автоматически сізге бронирование жасалады. Міне Getaway сайтын осылайша пайдаланамыз. Так, Getaway сайтымен сұрақтарыңыз бар ма? Сәлеметсіз ба? Азияны Сәлеметсіз. көрсетсеңіз, Азияда не бар екен? Азияны, Мгм. жақсы. Азияны көрейік. Азияда қай мемлекетті көремін? Қытайды или Индияны? Неше адамға? Төрт, Давайте 4 адам ба? төрт, Төрт адамды алты, көрейік. сонда. Давайте 6 адамды көрейік, 6 адам қызықтау болатын шығар. Енді бірақ қараңыздар, адам көп болған сайын резорттардың саны азаяды, иә? Бәр резорттар, апартаменттер сол 8-10 адамға арналмаған. Бірақ сол жерде, міне, мына жерде, так, Индиядан міне мына бір резорт шығып тұр, 31% скидкасымен $589, 6 адамға. Мынау теңіздің жағасында орналасқан резорт дейді. Так, мына біреу бар. Так, теңіздің жағасынан бірдемесі екен. Мына біреуді қарайық міне. Есі жақсы екен. Бассейн. Мына біреу бассейнмен бар екен. Резорт. Ланавала дейді. Резорт. Мынау неде? Аралда орналасқан. Міне балалармен барсаңыз, міне қандай керемет, қараңыздаршы. Осы резортты сіз 2 жататын бөлмесі бар, 6 адамға арналған. $769, 7 теңге. Тағы да қандай Азия. Так. Қытайды көрейік, иә? Біздің партнерларымыз бұндай резорттарға да барып уже демалып келді. Өткенде Түркияға барып келді. Бізде мына Павлодар қаласынан бір жанұя термальный источник Ялова деген сондай несі бар. Стамбулдың маңайында. Сол жерден берілді. Өте керемет, жақсы демалып келді. Міне Қытайда міне 32% скидкамен $579, 4 адамға қарап жатырмыз қазір біз. Мысалы, мына біреуді көрсетін болсақ. Қараңыздаршы, өте керемет. Не осындай керемет жерлерде орналасқан резорттар мен апартаменттер жалдауға болады. Мына ненің өзеннің жағасында орналасқан екен. Бұл жерде балды пайдаланбай тұрғанның өзінде, иә, бағасы? Без баллов, да? Жоқ. Бұл менде кабинетімде небәрі 540 travel балым бар. Сол 540 travel балды қолдана тұрып, үстінен төлейтін төлем $529. Егерде менде 1800 балл болса, онда қалай болады деген? Онда мына жерде 0 болып шығады сізде. 0 болып шығады, сізде еще балл қалады кабинетіңізде, иә. Вот соны сұрай.
Иә. Бұл жерде Дұрыс. сіз максимально пайдалана аласыз. Просто менің кабинетім қазір енді өзімнің кабинетім Аха. арқылы көрсетіп жатырмын ғой. Менде Аха. travel аз біз жиі қолданамыз ғой. Сондықтан міне осы жерде міне өзіңізге қолайлы датаны таңдасаңыз болады бұл жерде. Июньнің 20-сы мен 27-сі, 27-сінен бастап, июль айына, иә, өте керемет. Міне қараңыздар. Август айына бар. Бұл жерде ұсыныс көп екен. Шыны керек, бізде әлі Траворимен Қытайға барып демалып келдім деген адамды көрген жоқпын. Бізде тек қана неге барып келді? Қалаларына барып келді. Абылай демалысқа барғанын көрген жоқпын әлі. Рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Қазір қойып қойсаңыз, осы қарап жүреміз ғой, мен переводын жасамаппын. Соны жақсы болды. Рахмет көрсеткеніңіз. Переводын жасап не қылсаңыз да болады. 10 адамға бір бермей тұр. Біріккен Араб Әмірлігінен. Так, медалист. 8 адамды көрейік. Өткенде бізде осы немен, Гетавеймен Мальдив аралдарына ұшқан кезде команда осы Араб Әмірлігінде өте керемет резортта демалып келді. Оларда ешқандай ұсыныс болмай тұр ғой қазір. Осы біз Китский постоянно осымен пайдаланады. Біздікілерді етмеймін. Себебі көрдіңіз ба? 6, 8, 10 адамға дейін пайдалануға болады да. Сондықтан неге бала шағасының саны бар. Сондықтан олар 2-3 номер броньдағанша, әр номерға полностью балы кетеді. Практически қаншама 1000-нан астам балы кетеді әр номерға, Бізде қазір 2 номер броньдауға болады, соның өзінде почти 3000 балы кетіп қалады да ода. Сондықтан ол осы Гетавейді пайдаланады. Тиімді шығады, тиімді болады оған. Жақсы, бүгін осы тақырыпты айтқаныңыз. Енді осы бұл жерде аса өздеріңіз осылай қорықпаңыздар, ашып көре беріңіздер. Ең соңғы ақшасын төлегенше ештеме бронь жасалмайды. Бәр нелеріңізді, кабинеттеріңізді ашып, кіріп көре беріңіздер. Мүмкін өзіңіздің іздеп жүрген резортыңызды, немесе направлениеңізді осы жерден табады. Сальвия ханым, тағы да бір сұрақ. Егер де поощрительді мен уже қолданып жатсам, қайтадан ашып біреуге көрсете аламын ба? Тағы да аша аламын ба? Даталарды көруге. Соны ылғи да мен сұрақ ұмытып жүрмін. Айтыңызшы, поощрительный туралы. Поощрительный туралы? Мен өзім бронировать етіп қойдым ғой, мысалы. Соңғы ең десем, қайтадан ашып даталарды көре аламын ба? Енді қараңыз, поощрительныйда негізінде сіз датаны көре алмайсыз. Датаны тек қана мемлекетті таңдап, оның налогын төлегеннен кейін ғана көресіз. Ал мемлекеттерді сіз көре бересіз, көрсете бересіз. Мысалы, менің кабинетіме тоқталып өтетін болсақ, мен барып келген жоқпын, бірақ бронь жасап қойғам. Өзімнің поощрительный поездкамды да. Мен де сөйттім. Бірақ мен кіріп көрсете берем, обучениеда беріп жатырық, ол тек қана сол, бізде бір сайт қалды, қазір өтпеген, тек қана сол сайттан ертең сол тақырыпта өтетін боламыз обучениені. Сондықтан датасын көре алмайсыз сізде, бронировать етіп қойған соң. Қазір мен сіздерге көрсетейін, онда.